Облыстың экс-бас дәрігеріне қатысты қылмыстық іс аяқталды. Мәншүк Аймурзиева қылмыстық кодекстің салғырттық абайсызда ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекет бабымен кінәлі деп танылып, оған 5 миллион 50 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Одан бөлек мемлекеттік медициналық мекемелерде 3 жылға дейін басшылық қызмет атқара алмайтын болды. Аймурзиева айыппұлды 2 ай ішінде төлеуі тиіс. Қылмыстық іс жеделдету тәртібімен алдын ала тергеу кезінде, сотқа дейінгі тергеу кезінде жеделдету тәртібімен қарастырылған. Сондықтан біз оны қысқартылған тәртіпте қарадық. Аймурзиеваның осындай пенсия жасына жақындап қалғандығын, өзінің кінәсін мойындалып процесс келісімге барғандығын, тағы да басқа қылмыстық ауыр жеңілдететін мән-жайларды ескеріп, сот сол прокурордың ұсынған жазасымен келісіп, айыппұл жазасы тағайындалды. Айта кетейік, денсаулық сақтау басқармасының басшысы лауазымына 2017 жылы тағайындалған Мәншүк Аймурзиева перинаталдық орталықтың бас дәрігері Қуаныш Нысанбаевқа қатысты қозғалған қылмыстық істен соң қызметінен өз еркімен кеткен болатын. Динара Жоламанқызы, Арзу Қараш, Фархат Тәжібаев, Каспия Ньюс.